Сәлеметсіңдер ме оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз Шортанбай Қанайұлы «Зар заман» жыры. Оқу мақсаты: көркем шығарманың тілі, шығармадағы анафора мен эпифораның қолданысын талдау. Зар заман жыршысы. Бұл сөзді естісек, бірден ойымызға зар заман ақындары шоғырының белгілі өкілдері Дулат Бабатайұлы, Мұрат Мөңкеұлы және Шортанбай Қанайұлы оралады. Қазақ әдебиеті тарихындағы шоқтығы биік абыз жырау Шортанбай Қанайұлының ғибратты ғұмыры мен жыраулық мұрасы жайлы сөз өрбітсек. Ол 19 ғасырда өмір сүрген кемеңгер тұлға. Қазақ халқы тарихындағы ірі қоғам қайраткерлерінің бірі болған. Заман заңғары өз дәуірінің өмір шындығын айқын көрсете білген, қоғамдық әлеуметтік өмірді кеңінен қамтып, көркем бейнелеген ірі суреткер. Шортанбай Қанайұлы арқа төсіндегі осы Қатпар тауындағы жалпақ саз қыстағында 1818 жылы дүние есігін ашқан екен. Жыраудың азан шақырып қойған есімі Әли Мұхаммед. Ол жастайынан сөзге шымыр, қарағылды қақжарған, орақ тілді, қатарластарына қарағанда ерекше болған. Үлкендерді сөзден сүріндіріп ұстатпайтын болғандықтан оны Шортан сияқты деп айтады екен. Осылайша Шортанбай атанып кеткен деседі. Жыраудың өлеңдері рухты, өршіл, жасығандардың жігерін жанып, азаттық үшін аянбай күресуге шақырған шығармалар болды. Шортанбай мен халықтың арасындағы байланыстың негізі оның өлеңдері мен жырлары. Өткір тілді жампозы жырау саналы ғұмырында ел қамын толғады. Шортанбай өз заманның тамыр соғысын елден бұрын сезетін, өмір ақысының беталысын жасынан аңғарды. Елбасына күн туған аласапыранда отты жырларымен қалың қазақтың жігерін жанып, тұтастық пен бірлікке шақырған. Осылайша ұлы идея ақынның жырлары алаш жұртының жүрегіне сусындай білді. Ақынның әрбір шығармасынан асқақ арман, қазақ халқының дербес егемендікке жетуін көксегендігін айқын аңғаруға болады. Бейнероликті тамашалап болсаңыздар оқушылар, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: Шортанбай қашан, қай жерде дүниеге келді? Екінші сұрақ: оның мұраларын зерттеген ғалымдар кімдер? Үшінші сұрақ: зар заман ақындарына кімдер жатады? Келесі ақпаратты есте сақтаймыз. Анафора – өлеңнің әр жолының немесе әрбір ой ағымының бірдей сөзден қайталанып басталуы. Мысалы, азулыға бар заман, азусызға тар заман. Бұл жерде екі жолда азу деген түбірден басталып тұр. Эпифора – өлеңнің әр жолының немесе ой ағымының соңындағы сөздің қайталанып аяқталуы. Мысалы, алуан жан шықты, қайыр жоқ бай шықты. Бұл өлеңнің екі жолындағы соңғы екі сөзде қайталанып тұр, яғни шықты деп аяқталып тұр. Оқушылар, келесі тапсырманы орындаңыздар. Өлеңді толық оқып шығыңыздар, жырдың тақырыбы мен идеясын анықтаңыздар. Оқу тапсырмасы: зар заман толғауында кездесетін анафора мен эпифораларды теріп жазыңыздар.